Баршаңызға сәлем. Вау, как вкусно каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сырники жасаймыз. Таңғы асқа 5 минутта дайын болатын тіске басар сырники. Алдымен бізге творог қажет. Творог 5%, 220 грамм. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қант, ұн, манная крупа, щепотка соль, жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз да. Тақтайшамызға ұн сеуіп аламыз алдын ала. Және де колбаса ретінде жайып аламыз да. Осындай 6 бөлікке бөлеміз. Стаканның көмегімен осындай әп-әдемі бочонок формасын шығарып аламыз. Сковородкаға май жағып қыздырып аламыз. Және сырниктарымызды екі жағын жақсылап қызартып пісіріп аламыз да. Духовкаға 5 минутқа 180 градусқа салып аламыз. Міне біздің тіске басар сырниктарымыз тез арада дайын болды. Әп-әдемі дөп-дөңгелек болып шыға келді. Үстіне бал жағып, қаймақпен бірге, джеммен бірге варенье қосып берсеңіздер болады. Менің каналымда ерекше рецепттер бар. Сол себепті тіркелгеніңіздер лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі рецептте кездескенше.